Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгін қазақ тілі сабағынан 68-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы амоним дегеніміз не? Сабақтың мақсаты амоним сөздерді ажыратамын және сөйлеуде қолданамын. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырамын. Ал енді оқулықтағы 14-ші жаттығуға қараймыз. Мәтінді түсініп оқы. Балалар шу ете қалды. Таза жеңіс, жарайсың Ертай. Бәрі Ертайды қаумалап құттықтап жатыр. Ал Алпамыспен ешкімнің жұмысы жоқ. Күресті қызықтап қыздар да тұр екен. Ұятай деп ойлады Алпамыс. Қыздардың көзінше жеңіліп қалғанымды қарашы. Сол оқиғадан бері Алпамыс күн сайын жаттығатын болды. Ертаймен қайта күресуге мықтап дайындалып жүр. Қазірдің өзінде Алпамыстың бұлшықеттері білеуленіп, денесі ширығып қалды. Алпамыс намысқой бала. Болашақта ел мақтайтын жігіт болатын түрі бар. Ал енді оқушылар осы мәтін бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Мәтінге ат қойыңдар. Ертай мен Алпамыс не істеді? Олар күресті. Кім жеңіске жетті? Ертай жеңіске жетті. Алпамыс неге ұялды? Алпамыс қыздардың алдында жеңіліп қалған үшін ұялды. Алпамыс қандай бала? Алпамыс намысқой бала. Мәтінге намысқой бала деген ат беруге болады екен. 15-ші жаттығуға қараймыз. Түс сөзінің әр мағынасына сөйлем құрап жаз. Түс әртүрлі бояу, түс іс-қимыл атауы. Мысалы, Айгүл әртүрлі түстерді пайдаланып табиғаттың суретін салды. Немесе жоғары текшелерден абайлап түс. Ережеге назар аударайық. Дыбысталуы бірдей. Білдіретін мағыналары әр басқа сөздерді амоним сөздер деп атаймыз. Мысалы, алма жеміс, алмақ іс-қимыл атауы. Сен оны алма. 16-ші жаттығу. Сөздердің мағынасын түсіндір. Олардың әрқайсысының екі түрлі мағынаны білдіретіндей сөйлемдер құра. Бас адамның басы, таудың басы. Өкпе адамның өкпесі, біреуге өкпелеу. Ат жануар, оқтат. 100 теңге, суда 100. 17-ші жаттығу. Көркем жазып, қарамен жазылған сөздердің мағынасын түсіндір. Дүкеннен біз, іздедік біз. Бұл жерде оқушылар антоним сөздер біз деген сөздер. Жалпы біз деген сөз көп мағына береді екен оқушылар. Біз құрал, аяқ киім, және екінші мағынасы біз бұл барлығымыз деген мағынаны береді. 18-ші жаттығу. Шығармашылық үзіліс. Ойлап тап. Мұз айдында 7 бала асыр сап жүр сырғанап. Сырғанамай 2 бала жағалауда тұр қара. Енді осы бар баланың санын айтсаң жарадың. Жауабы 5 бала сырғанамай қарап тұр. Қарамен жазылған сөздің амонимін тап. Қара адамға қарау деген мағына, және екінші мағынасы қара түс деген мағынаны білдіреді.